Қайырлы күн, ауызашардың 3-ші күніне арналған тағам дайындаймыз. Бүгінгі тағамдар өте жылдам дайындалады, тек 1 сағат қана уақытыңыз кетеді. Ол үшін бізге тауықтың аяқтары қажет. Қалауыңыз бойынша сыртындағы терісін алып тастасаңыздар болады. Кейін үстіне 3 қасық соевый соус қосамыз және 2 қасық томат немесе кетчуп қосуға болады. Кейін паприка, бұрыш және сарымсақ қосамыз. Мен сарымсақтың кептірілген түрін қолдандым. Барлығын жақсылап араластырып аламыз және үстіне ерітілген сарымай қосамыз. Сарымайды міндетті түрде қосып көріңіздер, ерекше дәм береді, тәтті болып шығады. Енді маринадталуға кем дегенде 1 сағатқа қалдырып қоямыз. Етіміз маринадталып болғаннан кейін осындай противеннің үстіне барлығын орналастырып аламыз да 180 градус қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Қалған соустарын бетіне осылайынан қайтадан жағып жіберсеңіздер болады. Тауығымыз пісті. Гарнир ретінде мен күріш қолдандым және қасына кез келген салат қолдансаңыздар болады. Кейін пирогымызды дайындайық. Бұл пирог өте жылдам дайындалады. Жұмыртқамен қантты араластырамыз. Жақсылап көпіргенше оның үстіне майонез, 3 қасық және разрыхитель май қосамыз да. Оның үстіне ең соңынан ұнымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ең соңында бұл жерде қасықпен араластырамыз, миксердің қажеті жоқ. Жақсылап араластырып аламыз, кейін противенге құйып, тегістеп 180 градуста 15 минутта ғана пісіреміз. Өте жылдам пісетін пирог. Дәл ортасынан бөліп аламыз және креміне қаймақ пен сгущенканы араластырып дайындап аламыз да. Астыңғы бөлігін орналастырып, кремімізді жағып аламыз, үстіңгі бөлігін қоямыз, оның үстіне де кремімізді жағып, ең бетіне кез келген печенье сепсеңіздер болады. Осымен біздің пирогымыз дайын. Бүгінгі біздің ауызашарымызға арналған тағамдарымыз дайын болды. Өте жылдам дайын болады, сонымен қатар дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және маған тіркеліп лайк қойып қойыңыздар.